құрметті Ғалымжан Мәмбетұлы. Сіз өз баяндамаңызда Қазақстан мен Вьетнам елдері арасындағы сотталған адамдарды өзінің азаматтығы тиесілі мемлекетке өткізіп, жазасын өз елінде өтеу мәселесіне тоқталып отырсыз. Мен бұл заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді қолдауға шақырамын. Өйткені бұл өз кезегінде сотты болған азаматтардың өздерінің азаматтығы бар елінде сол қоғамдық ортада оңалу үшін қолайлы деп есептеймін. Осыған байланысты анықтап алатын екі сұрағым бар. Бірінші, сотталған адамдарды беру үшін қандай міндетті шарттар болу керек? Екінші, баяндамаңызда атап өткендей, осы тәрізді шарттар 23 елмен жасалған екен бұрын. Қаралып отырған шарттың біз бұрын басқа елдермен жасасқан келісімдерден өзге қандай айырмашылығы бар? Бар болса атап өтуіңізді сұраймын. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Негізгі үш міндеті бар. Ол біріншіден екі елдің бірінің азаматы болу тиіс. Екіншіден сотталған адамның өзінің жазбаша түрде келісімі қажет. Ал үшіншісі, екі елде де қылмысқа жататын іс-әрекет жасалуы тиіс. Ал екінші сұрағыңызды айтатын болсам, 24 мемлекетпен осына келісім шарттар қол қойылды. Принципиалды айырмашылықтар жоқ.